Я Алла, сенің рақымыңнан үміт етемін. Мені бір мезетке болса да өз нәпсіме тастама. Әрі менің барлық жұмыстарымды оңда. Сенен басқа құлшылыққа лайықты Құдай жоқ. Сенен басқа құлшылыққа лайықты Құдай жоқ. Сен кемшілік атаулыдан пәксің. Расында мен өзіме зұлымдық жасаушылардан болдым. Бұл дұғаны Юнус пайғамбар радиаллаху анху киттің ішінде отырғанда оқыған. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Осы дұғаны қай мүмін оқыса да, Алла тағала оны қабыл етеді деген. Я Алла, мен үшін менің барлық ісімде маған қорған болатын дінімді реттеп бер. Яғни дінді дұрыстап ұстанғанға жәрдем бер. Сондай-ақ мен өмір сүріп отырған осы дүниені реттеп бер. Яғни осы дүниеде керектің бәрін маған халал етіп бер. Сондай-ақ мен оған оралатын мәңгілік өмірді реттеп бер. Сондай-ақ маған өмірімді тек игілік әкелетін еткіз. Сондай-ақ мен үшін өлімімді барлық зұлымдықтан құтылдырушы еткіз. Я Алла, мен өзіңнен, сенің пайғамбарың Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сұраған игілікті сұраймын. Және өзіңнен, сенің пайғамбарың Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сыйынған барлық зұлымдығынан сыйынамын. Көмекті өзіңнен ғана сұрау қажет, ал дұғаны қабыл етуді өзің ғана шешесің. Және Алладан басқа ешкімде күш-қуат жоқ. Я Алла, бізге бұл дүниенің де жақсылығын бере көр, ақыреттің де жақсылығын бере көр. Және бізді тозақ азабынан сақта. Бір кісі Хазіреті Әлиге келіп, қарызға батып құтылуға шамасы келмей жатқанын айтып, мұңын шағады да көмек сұрайды. Сонда ол кісі, мен саған, бізге пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, үйреткен сөздерді айтайын. Егер оларды айтсаң, қарызың сиыр тауындай болса да, Алла оларды өтейді деп келесі сөздерді үйретеді. Я Алла, мені халал еткен нәрселерің арқылы харам еткен нәрселеріңе жүгінуден сақтай көр. Әрі өз кеңшілігіңмен мені өзіңнен басқаларға мұқтаж етпе. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Егер әлдекімді уайым мен масасыздық басатын болса, онда осы дұғаны айтсын. Сонда Алла оның уайымын кетіріп, орнын қуаныш пен шаттыққа ауыстырады деген. Я Алла, шын мәнінде мен сенің құлыңмын. Сенің құлың мен көңілің ұлымын. Менің тағдырым сенің қолыңда. Сенің шешімің маған міндет, әрі маған шығарған үкімің әділ. Саған тән болған барлық есімдеріңмен өзіңді атаған немесе кітабыңда түсірген, немесе жаратылғандарыңның біріне үйреткен, немесе өзіңнен басқаға құпия еткен барлық есімдеріңмен өзіңе жалбарынамын. Құранды жүрегімнің көктемі, кеудемнің нұры, әрі мазасыздығым мен уайымымды әкетуші ете көр. Алла тағала Бақара сүресінің 186 аятында, егер де сенен Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлдарымен туралы сұраса, мен оларға жақынмын. Менен сұраушының сұрағанын беремін. Ендеше менің әмірімді орындасын және маған сенсін. Мүмкін олар дұрыс жолға түсер деген. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Алла тағала ұялшақ әрі жомарт. Ол құлының созған қолдарын құр қайтаруға ұялады деп айтқан. Келесі бір хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, бір мұсылман Алладан күнәсіз күйде және ағайынмен араздаспастан дұға тілесе, Аллах оған 3 нәрсенің бірін береді. Сұрағанын береді, немесе оны қиямет күніне қалдырып, немесе сұрағанына тең келетін жамандықтан сақтайды деген. Сонда сахабалар, олай болса дұғаны көбейтейік депті. Пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, Алла одан да көп береді деп жауап берген екен. Олай болса, әр-разақ, ризықты мол етіп беруші, әр-разиқ, ризық беруші болған бір Алла тағаладан ғана байлық, береке, ризық несібе сұрайық. Ал төменде қабыл болу мүмкіндігі жоғары сүннетке келген дұғаларды топтастырып айтамын. Я Алла,
мені кешіре көр, маған рахым ете көр, мені тура жолға бастай көр. Мені өзің оңдап, маған есендік бер, маған ризық несібе бер, әрі мені жоғары дәрежеге көтер. Ибн Масғұд, оған Алла разы болсын, Алла елшісінің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұлай деп жиі айтатынын естіген. Я Алла, расында мен сенің басшылығыңды, тақуалықты, күнәдан, жаман қылықтардан пәктікті және байлықты сұраймын. Я Алла, расында мен сенен пайдалы білім, адал ризық несібе, әрі өз құзырында қабыл болатын амал сұраймын. Пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, бір адам ислам дінін қабылдаса, әрқашан дұрыстап намаз оқуды үйрететін және мына дұғаны айтуды талап ететін болған. Я Алла, кешір мені, маған рахмет, сондай-ақ мені тура жолға шығар, сондай-ақ маған ризық бер. Бірде Алла елшісіне, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, бір бадауи келіп, маған мен қайталап отырған сөздерді үйретші деп сұрады. Сонда ол оған былай де: Алладан басқа құдай жоқ, оның серігі жоқ, Алла ұлы, бүкіл әлемнің Раббы, Аллаға көп мақтаулар, Алла пәк, құдіретті дана, Алланың күш-қуатына жететін ешкім жоқ деп айт деген. Я Алла, сенен мен осы дүние және ақыретті жарылқау мен есен амандықты тілеймін. Я Аллам, сенен мен дінімде, тұрмыс тіршілігімде, отбасым мен мал-мүлкімде жарылқау мен есен амандық тілеймін. Я Аллам, менің әбүйірімді өзің бүркеп қойғайсың, мені қорғыныштан аман еткейсің. Уа Алла, мені алды-артымнан, оң жақ, сол жағымнан және төбемнен де өзің сақтағайсың. Сондай-ақ кенеттен қиянатқа ұшырап, өліп кетуден өз ұлылығыңнан пана сұраймын. Уа Аллам, тәніме саулық бер, естуіме саулық бер, жанарыма саулық бер. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Я Алла, мен күпірлік пен жоқшылықтан өзіңе сыйынып, пана сұраймын. Сондай-ақ қабір азабынан өзіңе сыйынып, пана сұраймын. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Расында, мен уайым қайғыдан, әлсіздіктен, жалқаулықтан, сараңдықтан, қорқақтықтан, қарызға батудан әрі адамдардың басымшылығынан өзіңе сыйынып, пана сұраймын. Я Аллам, көбейте көр, кемітпе, сыйлы қылда бейшара қылма, бере көрде тыя көрме, бізді таңда да құр қалдырма. Уа Аллам, барлық істерімнің соңын жақсарт, дүние қорлығынан және ақырет азабынан құтқара көр. Я Алла, бізге өзіңнің кешірмеген бірде-бір күнәні, жасырмаған бірде-бір айыпты, айықтырмаған бірде-бір уайымды, өтемеген бірде-бір қарызды, өзің разы болып, бізге дүние ақыретте пайда болатын қажеттіліктердің бірде-бір қажетін қалдырмағайсың. Уа мейірімділердің мейірімдісі. Әмин. Видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Тағы да керекті ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.